Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Қытай тілінде түстерді қалай айтамыз, сол мазмұнды үйренеміз. Бұнда біз ең жиі қолданылатын түстермен танысамыз. Түс дегенді Қытай тілінде янсы деп атайды. Янсы, янсы, янсы. Алдымен негізгі түстерді үйренейік. Қызыл түс, 红色 көк түс 蓝色 жасыл түс 绿色 сары түс 黄色 қара түс 黑色 ақ түс 白色 ал маған ілесіп оқыңыздар 红色 红色 蓝色 蓝色 绿色 绿色 黄色 黄色 黑色 黑色 白色 白色 қосымша түстерді үйренейік. Сұр түсті 灰色 дейді. Күлгін түсті 粉色 қызғылт түсті 粉色 дейді. Қызғылт сарыны 橙色 дейді. Қоңырды 棕色 дейді. Ілесіп оқыңыздар. 灰色 灰色 粉色 粉色 橙色 橙色 棕色 棕色. Ал бұл қызыл гүл демекші болсақ, сөйлемде қалай қолданамыз? 这是红色的花 这是红色的花 менің киімім көк түсті 我的衣服是蓝色的 ілесіп оқыңыздар 这是红色的花 这是红色的花 我的衣服是蓝色的 我的衣服是蓝色的 қайталаймыз 这是红色的花 我的衣服是蓝色的 ал сен қандай түсті ұнатасың деп сұрамақшы болсақ 你喜欢什么颜色 你喜欢什么颜色 мен көк түсті ұнатамын 我喜欢蓝色 қайталаймыз 你喜欢什么颜色 你喜欢什么颜色 我喜欢蓝色 我喜欢蓝色 сен қызыл түсті ұнатасың ба 你喜欢红色吗 你喜欢红色吗 是 我喜欢红色 ол иә мен қызыл түсті ұнатамын деген сөз 是 我喜欢红色 қайталаймыз 你喜欢红色吗 你喜欢红色吗 是 我喜欢红色 және сол сұрақ 你喜欢红色吗 你喜欢红色吗 бұл жолы ол жоқ мен қызыл түсті ұнатпаймын дейді 不 我不喜欢红色 不 我不喜欢红色 қайталайық 你喜欢红色吗 你喜欢红色吗 不 我不喜欢红色 сенің ең сүйікті түсің қандай 你最喜欢的颜色是什么 你最喜欢的颜色是什么 оған 我最喜欢粉色 我最喜欢粉色 ал қайталап оқиық 你最喜欢的颜色是什么 我最喜欢粉色 сенің ең сүйікті түсің қандай деп сұрап жатыр бұл менің ең
сүйікті түсім күлгін немесе қызғылт күлгін деп отыр. Ал бұл қандай түс? 这是什么颜色？这是什么颜色？这是绿色。бұл жасыл түс. 这是绿色. қайталаймыз. 这是什么颜色？这是绿色。这是什么颜色？这是绿色。好，қайта оқимыз. 你最喜欢的颜色是什么？我最喜欢粉色。我最喜欢粉色。这是什么颜色？这是绿色。Ал есімізге мына грамматикалық формулаларды сақтап алайық. Түстерге с жалғауы қосылады. Түстерге с деген жалғау қосылады. Қызыл артына с-ны қосамыз. Хоңсы қызыл түс. Көк артына с-ны қосамыз. Көк түс ләнсы. Хоңсы ләнсы. Ал қара деген хи, оның артына с-ны қоссақ хисы қара түс. Сөйлемде д арқылы түсті затқа қатыстырып айтуға болады. Бағанағындай хоңсыды чүнзі, қызыл түсті көйлек, хейсыды шезі, қара түсті аяқ киім. Хоңсыды чүнзі, хейсыды шезі. Осылай сөйлем құраймыз. Ал күлгін түсті көйлек десек, фэнсыды чүнзі дейміз. Ақ түсті аяқ киім десек, бәйсыды шезі дейміз. Осылай түстердің соңына с-ны қосып қолданамыз. Ал сөйлемде д арқылы түсті затқа қатыстырып айтуға болады. Ондай болса, бүгінгі сабақты қорытындыласақ, біз негізгі түстерді және қосымша түстерді үйрендік. Хоңсы, ләнсы, лүйсі, хуаңсы, хейсі, бәйсі, одан басқа фэнсі, цуңсы, хуйсы деген түстерді үйрендік. Ал бұл гүл дегенді айтпақшы болсақ, бұл қызыл гүл демекші болсақ, хоңсыды хуа, осындай сөйлем үлгісін үйрендік. Бұл қызыл киім дейтін болсақ, хоңсыды ифу деп гүлдің орнына ифу қолдана береміз. Ода ифу шылансыды, менің киімім көк түсті. Ал менің киім қара түсті демекші болсақ, ода ифу шыхейсыды деп қолдана береміз. Сен қандай түсті ұнатасың? Ни шихан шымы енсі? О шихан ләнсі. Ләнсінің орнына басқа түстерді қолданып айта береміз. Онда бүгінгі сабақ осы жерге дейін. Сабақты пысықтап, жаңа сөздерді жаттап, сөйлемдерді, сөз тіркестерін жаттап алыңыздар. Аман сау болыңыздар.